Assalomualaikum қазақ елі, қалайсыздар? Мен өткенде бір Ташкентке барып, мына бір тауықты сармайға қору әдісін үйреніп келдім. Бір жерден көріп, соны сіздермен бөлісейін дедім. Ол үшін бізге керегі 2 тауық керек. Где-то бір жарым килограммның айналасы, бір кило 200 сондай шығады. О мариновкасына бізге керек болады. Каждый тауыққа 150 миллиграмм қаймақ, сметана. Домашний қаймақ болу керек. Сосын бір тауыққа бір мынандай зубчатый чеснок. И мынандай специальный өзінің несі бар, приправасы бар. Бұл приправаны қайдан алам десеңіздер, бұл приправаны специальный приправа сататын жерлерде ғана болады. Обычный дүкендерде болмайды бұл. Мына өзі бір ерекше болады бұл приправа. Сосын бізге керегі красный перец, паприка и қара бұрыш, сосын тұз керек болады. Қазір сіздерге қалай мариновка жасау керек екенін бәрін көрсетіп кететін боламыз. Кәдімгі бастаймыз жұмысымызды. Бисмилля. Тауықты бірінші мына керек емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Мына қанаттың ұштарын бізге болар керек емес. Кесіп алып тастаймыз. Сосын құйрық жағы бар, құйрығында кесіп алып тастаймыз. Майдары бар, кесіп алып тастап, сосын жағынан бастап төс жағынан кесеміз. Бисмилля. Төс жағынан кесіп, сосын оны былай ашып аламыз ішін. Бастаймыз. Бірінші тауығымызды мариновка бастауыз. Бірінші тұз береміз бұған. Каждый 1 кило 200, 1,5 килограммдық тауыққа где-то бір 20 граммнан тұз береді. Тұздаймыз бұны 20 граммнан. Сосын жаңа специальный приправасы бар өзінің. Содан береміз, шашамыз. Оны дәл солай қайталаймыз. Бір 20 граммдай тұзбен тұздаймыз. Сосын мына теркімен, майда сеткісімен бір чесноқты бір чесноқтан өткізіп саламыз. Сосын ең соңғы жағында қаймақпен үстіне жабышамыз. Бұл қаймақты не үшін жағып жатыр десеңіздер, бұл қаймақ тауықты сочный қылады, әрі үстінің қызарып шығуына өте көмегі қатты болады бұның. Тауығымыз сонда қып-қызыл болып шығады үстіне жабысы. Осылай жағамыз. Жеген кезде үсті хрустящий болады тауықтың. Негізі домашний айранын жақсаңыздар да болады. Енді кімге қалай ыңғайлы болса істеуге болады.
bir шетін, бір жақ бетін болдық. Енді мына жағына аударып, мына жағына дәл осыны қайталаймыз тағы да. Түсе береміз үстің жағына да. Енді тұзды тәбетке қарай қоса бересіздер. Біреулер әшшілеу болғанын ұнатады, біреулер тұзы аздау болғанын ұнатады. Кімге қалай? Дәл осылай паприкасын себеміз. Приправасын. Бұл тауығымыз сармайға қуырылады. Соны ұмытпаңыздар. Таза чисто сармайға қуырылатын тауық болады. Пісте майға қуырылмайды бұл. Соны ұмытпаңыздар. Красный паприкасын себеміз. Қанаттарын астымен істеу керек, жер қалып қоймау керек. Сол кезде бұл тауықтарымыз сочный әрі жеген кезде приятный болады, үсті қып-қызыл болып. Так, мына тауықтарымызды дәл осылай мариновкасы жасап қойдық. Енді бұл мариновка жасалған кезінде бір жарты сағат тұрады осылай. Ол уақытқа дейін біз шығып, жаңа қазан ошағымызды дайындаймыз. Майды салып ертеміз, оларды қазір сіздерге көрсетіп өтетін боламыз. Саламыз. Отты мына жағып дайындап, қазанды қыздырып алдық. Енді майымызды салатын боламыз. Aradan жарты сағат уақыт өтті. Енді тауығымызды екі шетін жақсылап қызартып қуырып аламыз. Екі шеті де қып-қызыл болып қуырылу керек.
Kıpkızıl kızarı gerek. Hürmetli қазақ елі, міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Дәл осылай жасап жейтін болсаңыздар, одан кейін көшеден гриль жемей қоясыздар. Bir шеті жақсылап қызарып алған соң, екінші жағын айналдырамыз. Екінші жағда дәл осылай қызыл болып қызару керек. Көбіне алды. Oldu. Mına birinchi tavuğumuz Allah'ın kalağından dayım oldu bunu. Ben öten kızartıp bunu çift alsayım. Dәл осылай мына екінші тауығымызды дәл жаңағыдай қуырып аламыз. Бұл тауықты қуырып атқаннан бастап уже не деген керемет иісінің өзі. Керемет иіс. Екінші тауығымызды дәл жаңағыдай бір шетін қызарып, енді екінші жағына қарай төңкереміз. Бұл да қызарып дайын болғаннан кейін сосын әрі қарай бұны жарты сағатқа тоқтырып қоятын боламыз. Жарты сағаттан кейін Алланың қалауымен тамағымыз дайын болады. Мынау нені тауықты қуырып болған соң мына майды обязательно сүзгіш арқылы сүзіп алатын боламыз. Өйткені мынау тауықтан жаңағы чеснок, приправалар қалып қояды майда. Соны сүзіп алып тастайтын боламыз. Қазір ол жағында көрсетеміз, Құдай қаласа. Құдай қаласа екінші тауығымыз да дайын болды. Екінші тауығымызды алып аламыз. Дәл жақырып қуырып аламыз. Енді жаңа тауықты қуырған майымызды дәл осы сүзгішпен сүзіп аламыз. Жаңа майымызды сүзіп, қазанымызды қайттан жуып тазалап алдық. Сүзілген майымызды обратно қайттан құямыз қазанға. Ал енді тазалап сүзілген майымызға тауықтарымызды қайтадан салатын боламыз қазанға.
So'ng bu tavuğumuzun üstüne где-то bir 250 gramday su quyup so'ng borib bunun betini yabamiz, qozonning betini. Qozonimiz asti o'rtacha janib turadi. Qattiq emas, shuni төмен emas. Sredniy bo'lib janib turadi. So'ng yarım saat 30 minutga tavuqlarımızı boqtiramiz. 30 minutdan keyin tavuqlarımız dayım bo'ladi. Al hurmatli ko'rarmanlar, bismillah deb açamiz. Mana yarım saat vaqt o'tdi. Boqtirib qo'yganimizga endi tabaqalarimizni ko'ramiz. Mana Xudoy xolasa tabaqalarimiz dayım. Endi buni adamelab dasturxonga tartsak bo'ladi. Hurmatli ko'rarmanlar, bu mayga qo'yilgan tavuğumuzda demалышка chiqqanda немесе отбасы менюде демалған кезде міндетті түрде отбасыңызға жасап беріңіз. Өте дәм керемет шығады. Сачоктарынан кішкене қоямыз үстіне. Дәл осылай. Комментарияға жаза кетіңіздер. Келесісінде қандай тамақ істейді. Соны жазып кетіңіздер. Kanalga тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Дәл осылай. Енді бұны дастарханға тартамыз.